Қайырлы күн достар. Бүгін біз 8-ші сыныптың химиялық байланыс түрлері бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдап өтеміз. Алғашқы сұраққа назар аударыңыздар. Берілген формулалардағы электротерістілігі жоғары элементті анықтаңыз дейді. Тәкістерге элемент емес байланыс түрлері берілген. Калий, хлор. Әрқайсының электротерістілігін анықтадық. Мен мұнда жазып кеттім, -3-тен 0, -2-де 5 деп. Енді бұл жерде сізге жоғары, қайсында жоғары болып тұр электротерістілігі, соны анықтау керек деп айтылған. Бұл бізде жасылмен белгілеп қойдым. Жауап болады С. H-фтор. Кеттік келесі сұрақ. Атомдар арасындағы ковалентті байланыстың түзілуін электрондардың ортақ жұбы арқылы түзілуін көрсетіңіз дейді. Сутегіні алып отыр екен. Сызып кетейік. Бірақ сутегі бізде міне H. Екеуінде екі қолдары бар. Осы екеу қосылған кезде болады. Мына екеу былайынан қосылады. Түсінікті. Мында водород. Мына екі қолдары бірін-бірімен қосылады, қол ұстасады. Екеуінде электротерістілігі 2-де 1, 2-де 1-ге тең. Әрі қарай ковалентті байланыстың бұл түрі электротерістілігі қандай атомдар арасында түзіледі дейді. Бұл жерде бізде бірдей атомдар арасында. Міне, бірдей дегеніміз мынау да сутегі, мынау да сутегі. Сондықтан да бірдей атомдар арасында. Ковалентті байланыстың бұл түрін қалай атайды? Ковалентті полюссіз деп атайды екенбіз. Келесі дәл солай бізге сутегі мен йод берілген. Қазір жазып өтейік оны да. Сутегі және йод. Осы екеу қосылғанда бізде болады H йод. Бұның мынаның бір қолы бар, мынаның бірнеше қолы бар. Осы біреуімен ғана байланысады. Қалған қолдары мынада қалады. Түсінікті. Бұл бізде аз айырмашылығы бар арасындағы атомдар, электротерістігі аз айырмашылығы бар арасындағы элементтер арқылы болып жатыр. Бұл ковалентті байланысты біз ковалентті полюсты деп атайды екенбіз. Келесі берілген атомдар арасында иондық байланыстың түзілу механизмін көрсетіңіз. Берілген атомдар арасындағы иондық. Сіздерге калий, хлор берілген екен. Тура жаңағыдай. Сызып кетейік. Калий, хлор. Калийда біреу, мынада 1, 2, 4. Осы бізде қосылғанда не болады?
байланысты суретін салып кетейік міндетті түрде. Калий хлор. Мынау бізде +1. Және қалған атомдарды мынау тартып алады. Міне калийді тартып алды. Хлор қалғандары дәл солай қалады. Мынау бізде 0 болады. Түсінікті, дәл осылай белгілеп кетесіздер. Әрі қарай құрамында иондық байланысы бар натрий хлоридінің кейбір физикалық қасиеттері туралы тұжырымдардың шындық не жалған екен галочка белгісімен анықтаңыздар. Натрий хлориді қатты кристалл зат. Бұл бізде шындыққа жанасады. Шындық. Қаттылығы және балқу температурасы төмен. Жоқ, ол бізде жалған болады. Суда жақсы ериді, органикалық еріткіште нашар ериді. Бұл бізде шындық. Ерітінділер мен балқымалары электр тоғын мүлдем өткізбейді. Бұл бізде жалған. Және соңғысы, балқу температурасы 801 градус Цельсийда. Бұл бізде шындық болады. Келесі сұраққа назар аударайық. Берілген заттардың формулалары бойынша кристалдық торын, балқу және қайнау температурасын анықтап, тор көзді толтырыңыз. Сіздерге берілген формулалар алдын ала толтырып өттім. Кристалдық торлардың түрі углеродты сіздерде атомдық болады, СО2-де молекулалық болады және натрий хлорды иондық болады. Кристалдық торының түрі. Әрқайсының қайнау және балқу температураларын мен мына жерге көрсетіп кеттім. Натрий хлордікі 801 градус Цельсийда балқиды. Түсінікті. Осыны жазып алсаңыздар болады. Осымен біздің 8-ші сыныпқа арналған бірінші тапсырмамызды аяқтадық. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы. Қош сау болыңыздар.